Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тұшпара, яғни пельмени жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Қамырына бір жұмыртқа, бір кесе су құйып, тұз салып, қамыр илейміз. Салмасына 2 пиязды ұсақтап турап аламыз. грамм фаршқа туралған пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Қамырды алып, жұқа етіп жаямыз. Жұқа жайылған қамырды алып, видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Бір келгі етіп кесілген қамырдың ішіне салмасын салып, пельмени түйеміз. Бір пияз бен бір сәбізді өткіштен өткізіп, майға қуырып алдым. Қайнап тұрған бульонымызға пельменімізді салып, 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің пельмендеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.